Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Қазір желіде Слово пацана сериалының танымалдылығы артып келеді. Сериалдағы болып жатқан мән-жайды түсіну үшін Татарстандағы Казань қаласында сол жылдары не болғанын бірге талдап көрейік. 70-ші жылдар мен 80-ші жылдар аралығында Казань мен Татарстанның басқа қалаларында КСРО-дағы әлеуметтік және саяси проблемаларға байланысты кәмелетке толмаған жасөспірімдерден құралған көше бандаларының пайда болуы казаньский феномен деген атқа ие болды. Казаньдағы бандалар санын нақты анықтау қиынға соқты. Ішкі істер министрлігінің деректері бойынша көшелерде шамамен 100-ге жуық банда топтар болған, ал әрбір топта 300-ге жуық адам болды делінеді. Бандалардың аттары тұрғылықты жеріне байланысты көше аттарымен аталды. Осылайша Казань қаласы әртүрлі топтарға бөлініп, аумаққа таласу басталды. Төбелес кезінде арматуралар, шынжырлар, кей кездері лидерлері немесе авторитеттері суық қару қолданды. Көбіне мұндай қақтығыстар өліммен аяқталды. Казань облысының пайда болуының себепшілерінің бірі Тяп-ляп бандасының қызметі болып саналады. Әр банда өз заңдарын ұстанды. Көбіне спорттық киім мен қысқа шаш үлгісін қолданды. Топқа кіру үшін олар сынақтан өтулер керек болды. Топта қатаң ережелер ұсталынып, спортпен шұғылдану міндеттелген болады. Жастардан құралған топтар коробка деп аталды, яғни жақын маңда бірге тұратын жасөспірімдерден тұрды. Әдетте бір ауланы немесе бірнеше көп қабатты үйлерді қамтыды. Казань бандаларының өздерінің жас иерархиясы құрылды. Бандалардың көпшілігі 3 деңгейден тұрды. Ең төменгі өкілдері жасөспірімдер скорлупа немесе шелуха деп аталды. Олардың үстінде супера, құрамы жасы үлкен жігіттерден тұрды. Ал көшбасшылары старшаки деп аталынды. Олар көбіне бір немесе бірнеше рет сотталған адамдардан болған. Аула төбелестерінің заңдары бойынша топтар арасында жерге құлағанды ұруға, аяқпен тебуге болмаған. 80-ші жылдары казанский феномен кеңінен таныла бастады. 84-ші жылдары екі ірі жилка мен грязи банда топтарының соқтығулары орын алды. Мұзды қақтығыс деген атқа ие болған жиынды милиционерлер тез арада қуып жіберген болатын. 10 шақты адам жарақат алып, бір топтың лидері сотталды. Топтардың төбелесі көбіне дискотекалар мен скверлерде болды. Бірақ та Совет одағының құлауы мен қоғам құндылықтарының өзгеруіне байланысты топтар тарай бастады. Тірі қалғандары жеке кәсіпке кетіп, кейбіреулері ұйымдастырылған қылмыстық топтарға қосылып кетті. Ал менің бүгінге айтарым осы. Видео қызықты болса лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.